Бір астау етті қалай 379 теңгеге жасауға болады. Өте оңай. Қайын інімнің үйінде енем ет тамақ пісірген. Соның сорпасын төкпей, обал болмасын деп банкаға құйып алып кеттім. 4 литр банкаға құйып алдым. Бір банкасы құрт қосылған сорпа. Қараңыздаршы, сап-сары майы шығып тұрған сорпаны қалай төгесің. Сосын дүкеннен кеммейдің жаймасын акциямен сатып алдым. Күйеуіме де, өзіме де осы кеммейдің жаймасы ұнайды. Жабыспай, сап-сары болып, және езілмей піседі, және өте дәмді. Ал етті тәтемнің үйіне қонаққа барған кезде сарқыт деп тәтем салып берген. Бұдан да көп ет болған. Әкелген күні сол сарқыт деп үйдегілерге турап беріп, басқа жаңағы шаймен ішетін тәттілермен бірге шай ішіп алғанбыз. Енді содан қалған ет бұл. Ең соңында құрт қосылған сорпа ішіп алдық. Бұрын мамам обал болмасын, обал болады деп нанның қиқымына дейін жеп, таусылмай қалған кішкентай таза тамақ болса да тастатқызбайтын. Сол тәрбие енді бойымызға сіңіп қалған ғой. Сонымен обал болмасын деп бір табақ етті күйеуім екеуміз жеп алдық.